Көмек қолын созу. Жапырақтар түсіп болған кезде тиін жаңа ағашына қоныстанды. Ол өз бетімен өмір сүретініне қатты қуанды. Қыс жақындап келе жатқан еді. Бірақ тиін қысқа дайындалып үлгеретініне сенімді болды. Көп ұзамай Сұртышқан тиінді жаңа қонысымен құттықтауға келді. Мен саған біраз дән мен жаңғақ әкелдім, деді Сұртышқан. Қысты бірнеше ай бұрыннан бері жоспарлап жүрмін, сондықтан бөлісуге жеткілікті қорым бар. Жоқ, рахмет, деді тиін. Мен өзім ақ таба аламын. Бірақ маусымның соңы ғой, деп жауап берді Сұртышқан. Тамақ табу қиын болады. Сұртышқан тиіннің өз бетінше дайындала алатынын білмей ме екен? Маған сенің көмегіңнің қажеті жоқ, деді тиін. Мен өзіме өзім қамқор бола аламын. Қысқа азық табу соншалықты қиын бола қоймас, деді тиін өз-өзіне. Мен мұны істей аламын. Маған ешкімнің көмегі керек емес. Тиін ағаштардың үстін, бұталардың астында қарады. Бір жерде тамақ бар болуы керек қой, деп долданды тиін. Ол биік шөптердің арасын тінтіп іздеді, және қатып қалған судың бойын жағалап іздеді. Бірақ ол қысқа сақтайтын ешқандай азық таба алмады. Тиін көңілі қатты түсіп, ашулана бастады. Неге ештеңе таба алмай жатырмын? Бұлай болмауы керек қой, деді ол. Сосын қардың үстіне отырып, енді не істеу керегін ойлай бастады. Ол мұның бәрін өз бетімен істеуі керек еді. Солай емес пе? Бірақ менің қолымнан келмейтін сияқты, деп ақыры мойындады. Тиін енді Көртышқаннан көмек сұрау керек екенін түсінді. Қыста жейтін ешқандай азық таба алмадым, деді тиін Көртышқанға. Маған сенің көмегің керек болып тұр. Көртышқан оған жымиып қарап, әрине, қуана-қуана көмектесемін, деді. Мезгіл әбден өтіп кеткенде азық табу қиын ғой, бірақ менде екеумізге жететіндей азық бар. Қыста келіп қалды, бірақ тиін енді оған алаңдамады. Жаңа ағашының іші дәмді азыққа толды. Енді ол осы маусымды жаңа досымен бірге өткізуді асыға күтті.